Сәлеметсіздер ме? Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тағы осы біздің гүлдерімізге пайдалы қандай дәрумендер бар, ол дәрумендердің пайдасы қандай, сол туралы айтатын боламыз. Бүгін осы видеороликте біз гүлдерге кальций не үшін керек, кальций өсімдіктерге керек пе, қандай өсімдіктерге кальций қажет деген сияқты осы сұрақтарға толық жауап айтатын боламын. Негізі кальций жетіспеушілігінен тамырлардың өсуі баяулайды гүлдердің, олар шырышқа айналып шіріп кетеді. Кальций жетіспеушілігінен жас шыққан жапырақтардың өсуі тежеледі, пішіні өзгереді, жапырақтар өте майдалана бастайды. Неліктен өсімдіктерге кальций қажет деген сұраққа мен қысқаша айтқым келеді. Кальций жетіспеушілігі ол гүлдердің болсын, өсімдіктердің болсын, аурушаңдылығына әкеліп соғады. Кальций өсімдік ішінде қоректік заттарды тасымалдауға көмектеседі. Сондықтан кальций аз болса өсу тежеледі, әртүрлі дақтар мен шірік пайда болуы мүмкін. Гүлдерге кальций қосудың көптеген жолдары бар. Мысалға айтатын болсақ, жұмыртқа қабығы. Жұмыртқа қабығын біз кальций ретінде осы гүлдерге жылына 2 рет беруімізге болады, 6 айда 1 рет, сосын 6 айда 1 рет. Жұмыртқаның қайнатқан суында төгіп тастамай, салқындатып гүлдерге берсеңіздер болады. Жұмыртқа қабығындағы пленканы алып тастап, мейлі шикі жұмыртқаның қабығы болсын, піскен жұмыртқаның қабығы болсын, пленкасын алып тастап, содан кейін барып кептіріп, жақсылап үгітіп, сөйтіп гүлдердің топырағына отырғызғанда қосып жіберсеңіздер болады. Кейін қоспаған жағдайда кейін берсеңіздер де болады. Тағы да бір әдісі ол бор. Менің осы каналымда бар, біз гүлге қалай борды тыңайтқыш ретінде береміз. Мен соған видеоролик түсіргенмін, соны көрсеңіздер болады. Мысалға, борды да алып, осындай үккіштен өткізіп, оны шамалы уксуспен, 9% уксуспен араластырып, сөйтіп гүлдерге суға араластырып берсек, ол гүлдердің де өте жақсы өсуіне бор да көмектеседі. Ол қандай бор дейтін болсаңыздар, кәдімгі балалардың мектепте тақтада жазатын боры, сол борды пайдалансақ болады. Ол борды кей кезде біздің балаларымыз да жеп жатады, саз тастарды да жеп жатады. Ол адамның бойындағы, адам бойындағы кальцийдің жетіспеушілігінен болады. Сондықтан да біз сондай жеп жүретін балдарға кәдімгі аптекаларда, дәріханаларда сататын кальций глюконат алып берсек, балдарға сол жақсы болады. Ол көп ондай қатты қымбаттырмайды, қолжетімді бағада тұрады. Сондықтан да сол кальций глюконат болсын, кальций болсын, сол балдарға алып беруіміз керек. Кальций ол гүлдердің тамырларының жақсы өсуіне, қатаюына ықпал жасап көмектеседі. Егер гүліміздің тамыры жақсы өсіп, жақсы қатаятын болса, ол кезде біздің гүлімізде жақсы өсіп, көп өскіндер шығаратын болады. Ең бірінші гүлдердің жақсы өсуі ол тамырынан басталады, оны білесіздер ғой. Сондықтан да біз гүлдің тамырын тез жетілдіріп, тамырын жақсы өсіру үшін осындай гүлдердің тамырына қажет тыңайтқыштарды беріп тұруымыз керек. Одан кейінгі бізге қажет кальций глюконат. Бұл кальций глюконат дәріханаларда сатылады, қолжетімді бағада 25-30 теңге тұрады. Бұның 2 таблеткасын біз осы гүлдерге пайдаланып құйсақ болады. Немесе кальций глюконат болмаса, сіздер өздеріңіз қандай кальций дәрісін ішесіздер, сол кальций дәрілерді берсеңіздер болады осы гүлдерге. Яғни бұл кальцийді жылына 1 рет немесе 2 рет берсеңіздер, бұл кальцийді гүлдер өзінің тамырының бойына сіңіріп алады да, сөйтіп гүлдердің жақсы жапырақ ашуына, жапырақтың түсінің жақсы жасылдануына сондай жақсы әсер етеді. Бұл кальций гүлдің жақсы өсуіне, жапырақтардың сарғаймауына, топырақтың құнарлы болуына өте жақсы көмегін тигізеді. Не үшін кальций өсімдікке қажет дейтін болсақ, міне кальций аз болған жағдайда өсуі тежеледі, жапырақтарына әртүрлі дақтар түсіп,
жаңағы менің айтып кеткендей шіріктер пайда болады. Сондықтан да бұл кальцийдің гүлдердің өміріне, кәдімгі адамдардың өміріне қажет болғандықтай, гүлдердің өміріне де өте қатты қажет екен. Сондықтан да сіздерде гүлдеріңізге егерде кальций бермесеңіздер, жылына 2 рет кальций беріп қойыңыздар. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.